Математика пәні мұғалімдері мен физика математика ғылымдарының кандидаты Жомарт Мұратович бүгін мынадай күрделі стереометриялық есептің шешуін көрсеткім келді. Бұл 5-ші есеп орысша журналдан, енді осының орысшасын оқимын, сосын қазақшаға аударып сіздерге шығарып көрсетемін. Тік призма туралы. Міне 5-ші есеп. В основании прямой призмы АВЦ', лежит равнобедренный треугольник, у которого АВ равен ВЦ равен А и угол АВЦ равен альфа. Высота призмы равна H большой. Найти расстояние от точки А до плоскости, проведенной через точки ВЦ'. Енді осын қазақшаға аударайын. Бізге АВЦ', В', тік призмасы берілген, оның табанында тең берілу үшбұрыш жатыр, оның бұйыр қабырғалар АВ және ВЦ бұйыр қабырғалар кішкентай аға тең, АВЦ бұрышы альфаға тең. Осы тік призманың биіктігі үлкен ашқа тең. Онда А нүктесінен ВС' нүктелер арқылы өтетін жазықтыққа дейінгі қашықтықты тап дейді. Міне осы есептің шешуін сіздерге тақтаға шығарып көрсетемін. Міне, жаңағы есептің сызбасын сыздым, бізге тік призма берілген АВЦ, H', В', С'. Енді оның тік призма дегенде бұйырғылар табан жазықтығына перпендикуляр, нарбұштардың бары 90 градусына. Барлық бұйыр жағы тік төртбұрыштар, міне сонда енді АВ мен табанда тең берілу үшбұрыш жатыр, АВ мен ВЦ тең қабырғалар тең берілу үшбұрыш жатыр, бұйыр қабырғалар АВ және ВЦ кішкентай аға тең, АВЦ бұрыш, мына бұрыш екі бұйыр қабырғасының арасында бұрыш альфаға тең, міне сосын биіктігі H'-қа тең, барлық биіктіктер тең ғой, барлық бұйырғылар тең болғандықтан. Сонда H'-қа үлкен H'-қа тең, бізге нені табу керек? А нүктесінен ВЦ', жазық үш нүкте, А нүктесінен ВЦ', нүктесі үш нүкте арқылы өтетін жазықтыққа шейін қашықтық табу керек. Үш нүктені біз қосып қойайық, міне. Енді жазықтық үш нүкте арқылы стереометрияның негізгі аксиомасы бойынша үш нүкте арқылы бір ғана жазықтық өтеді ғой, дұрыс па? Енді біз не істейміз? Қарайық, шешу деп жазайық, міне. Енді нүктеден жазықтыққа шейін қашықтықты біз нені түсінеміз? Соны анықтап алайықшы. Нүктеден жазықтыққа шейін жазықтық берілген, ода жатпайтын нүкте. Мысалы, альфа деген жазықтық. Енді бізге ро деген мұндарына қашықтық деген білдіріп математикалық. А нүктесінен ВЦ', яғни ВЦ' осы үш нүкте арқылы өтетін жазықтыққа шейін қашықтық табу керек. Нүктеден жазықтыққа шейін қашықтық деген нүкте сол жазықтыққа жатса ол нөлге тең, өзінде жатыр ғой. Егер жазықтыққа жатпайтын нүктеден жазықтыққа шейін қашықтық нені түсінеміз? Сол нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығы АО перпендикуляр альфа. Онда не? АО-ның ұзындығы сол не? Нүктеден жазықтыққа шейін қашықтық деп біз соны түсінеміз. Осы Адан альфаға ро, А нүктесінен альфаға шейін қашықтық деп міне. Сол нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығы. Ал жазықтыққа түсірілген перпендикуляр дегенде ол элементар нәрсе, өкпелемеңіздер, оны білулеріңіз керек. Сол яғни түзу жазықтыққа перпендикуляр деген нені білдіреді? Сол жазықтыққа жаққан кез келген түзуге перпендикуляр бар, дұрыс па? АО кез келген L деген түзуге перпендикуляр, дұрыс па? Енді нүктеден жазықтыққа түсірілген перпендикулярды қалай табамыз? Біз қиылысушы мынадай теорема бар. Егер түзу жазықтықта жаққан қиылысушы екі түзуге перпендикуляр болса, онда не? Онда сол түзу сол берілген жазықтыққа перпендикуляр болады. Егер сол жазықтықта жаққан екі перпендикуляр түзуге екі қиылысатын түзуге перпендикуляр екенін дәлелдеп алсақ, берілген түзудің, онда не сол жазықтыққа перпендикуляр екенін дәлелдейміз. Енді сол нүктеден жазықтыққа түскен перпендикуляр деген нені қалай түсінеміз біз? Сол нүктеден сол перпендикуляр, сол нүкте арқылы өтетін перпендикуляр түзудің сол жазықтықпен қиылысу нүктесіне шейінгі кесіндісінің ұзындығы сол, яғни қашықтығы сол АО. Енді біз не істейміз? Біз мына үш нүктені қосып алып, ең бірінші мәселе қандай мәселе? Сол жазықтыққа түсірілген перпендикулярды қалай іздейміз? Біз қарайық, мұнда міне А нүктесінен мына бұйыр қабырғасына перпендикуляр түсірейік, міне. Енді үш перпендикуляр туралы теорема бар. АК дейді, АК ВЦ-ға перпендикуляр болсын, міне. АК ВЦ-ға бізге перпендикуляр болсын, міне. АК ВЦ-ға перпендикуляр болсын, міне. Қарайық. АК ВЦ-ға перпендикуляр болсын, міне. Яғни табандағы үшбұрыштың бұйыр қабырғасына түсірілген биіктік, міне. Енді мына H' пен K-ны қоссақ, мына үшбұрыштағы, онда не? H'
бізге АК БЦ-ға перпендикуляр, енді БЦ мына А штрихна таманнан түсірілген перпендикуляр бұйырға бағасы биіктік болды ғой, тік призма болып. Онда А штрих БЦ-ға перпендикуляр. Енді қарайық. Мына А штрих К жазықтығын қарастырсақ, онда не сол жазықтықтан БЦ қиылысу жеткізуге перпендикуляр болып тұр ғой. Бұдан не қандай болатын шығарамыз біз? БЦ перпендикуляр А штрих К-ға перпендикуляр. Сол жазықтықта жататын А штрих К жазықтығында жататын екі қиылысу түсуге перпендикуляр. Енді жол не? Мынандай дауда перпендикуляр болады. Енді қарайық, енді қарайық. Сонда енді мынау тікбұрышты үшбұрыш ойында болады ғой. А штрих К деген дұрыс па? Үшбұрыш А штрих К. Міне, осы үшбұрышта біз не істейміз? Міне қарайық, БЦ осы үшбұрыштың жазықтығына перпендикуляр бізде, дұрыс па? БЦ осы үшбұрыштың жазықтығына перпендикуляр. Енді осы мына тікбұрышты үшбұрыш өйткені А штрихна АК таманында жатыр. Таманында жатқан кез келген түрге перпендикуляр. Өйткені таманынан жүрген биіктік, яғни таманынан жүрген перпендикуляр. Онда мынау егер мына тікбұрыш үшбұрыш А штрих АК катеттері болады ма? Гипотенуза А штрих К болады. Сонда А штрих К-ға мысалы осылай А штрих К-ға міне үшбұрышындағы А нүктесінен гипотенузаға биіктік жүргізсек, міне қарайық, мына гипотенузаға А штрих К-ға биіктік жүргізсек, сонда не? Осы не? А нүктесінен сол ізделінді мына жазық БЦ А штрих жазықтығына шейін перпендикуляр болады. Оны АФ дейік, міне АФ. Міне АФ бүткіл осына жазықтыққа перпендикуляр. Неге? Мына БЦ А штрих. Оны қалай дәлелдейміз? Міне қарайық. АФ сосын сол АФ-тің ұзындығын табамыз. Яғни не қашықтықты тапқан боламыз. Өйткені ол перпендикулярдың ұзындығы соны түгел сол. Енді біз АФ мына БЦ А штрих жазықтығына перпендикуляр екенін дәлелдейік. Енді ол үшін не істеуіміз керек? Қиылысу шектісуге АФ ол БЦ-ға перпендикуляр. Неге БЦ-ға перпендикуляр? Өйткені АФ сол А штрих К жазықтығында жатыр. Өйткені БЦ осы бүткіл А штрих К жазықтығында перпендикуляр ғой. Енді ол жазықта жатқан кез келген суге перпендикуляр. Енді сол АФ-қа перпендикуляр. Өйткені мына орын болып тұр. Енді сосын қарайық. Мұнда АФ неге перпендикуляр? А штрих К. Ол енді қарайық. А штрих К-на БЦ-ға БЦ А штрих үшбұрышының БЦ қабырғасында жүргізілген биіктік қой А нүктесін. Енді сол үшбұрыш жазықтығынан шығып кете алмайды ғой. Үшбұрыш жазықтығына жатады ғой. Ендеше ол не? А штрих К бізге мына жазықтықта жатыр. Өйткені сол үшбұрыштың А штрих төбесінен БЦ қабырғасында жүргізілген биіктік. БЦ А штрих жазықтығында жатыр. Енді қарайық. А штрих біз өзіміздің салуымыз бойынша АФ гипотенузаға жүргізілген биіктік. АФ ол А штрих К-ға перпендикуляр. Енді біз мына жерде нені көріп тұрмыз? А штрих К-ға АФ А штрих К-ға да перпендикуляр, и БЦ-ға да перпендикуляр. А штрих К-мен енді қарайық. А штрих К-мен БЦ К нүктесінде қиылысып тұр ғой. Яғни мына АФ мына жазықтықта жатқан қиылысушы екі түзуге перпендикуляр. Ендеше бұдан қандай қорытынды шығарамыз? АФ сонда БЦ А штрих-қа перпендикуляр. Енді АФ-тың ұзындығын қалай табамыз? АФ-тың ұзындығын табу үшін гипотенузаға жүрген биіктік бір катеті белгілі, бір катет ол биіктікке тең, үлкен ашыққа тең. Енді мынау АК-ны табуымыз керек. Екінші катетті тапсақ гипотенузаны таба аламыз. Пифагор теоремасы сосын биіктіктің формуласы бойынша таба аламыз. Енді АК-ны табайық. АК қалай болады? Мына үшбұрышты қарастырайық. үшбұрышты жеке сызайық ағатсы үшбұрышынан. Қалай болады оны? Қарайық. Енді мына қабырғасы берілген бізде, дұрыс па? Сонда енді қабырғасы берілсе қалай табамыз? Оның биіктігін табамыз. Бүйір қабырғасында жүрген АБЦ. Мынау ағат деген дұрыс па? Мынау альфа қосамыз. Мына жүргізілген биіктік қосамыз. АК. Мынау ағат деген. Мына жерде тікбұрыш үшбұрыш. Бұл АК-ны қарастырсақ, мына біреу шығады мына гипотенуза, мына қашықтан катет. Онда бізде АК тең АВ көбейтілген синус альфа. Мына қарайық. Ол тең АВ-ға тең А синус альфа. Мынау дереу шықты мына. Мынау дереу шықты мына. Мынау А синус альфаға тең. Енді А штрих К-ны жеке сызып, оның гипотенузасын тауып, сосын АФ-ті табайық. АФ-ті тапсақ, мына қашықтықты табамыз. Мынаны еске сақтап алдық. Енді А штрих К-ны жеке сызайық. А штрих К-ны жеке сызайық. Мында қалай болады бізде? А штрих тікбұрышты үшбұрыш қой, дұрыс па? А штрих К. Гипотенузаға жүргізілген биіктік мында, дұрыс па? АФ-тің ұзындығын табу керек бізге.
Енді қарайық бізге. Пифагор теоремасы бойынша h штрихқа неге тең бізге екеулердің квадраттарының қосындысы. Ау үлкен h-қа тең, ау жаңа ғана таптық a синус альфаға тең. Сонда қалай болады? h квадрат плюс a квадрат синус квадрат альфа. Екеуі де квадраттар ғой, көбейтіндінің квадраты. Енді гипотенузаға жүргізілген биіктікті қалай табамыз? Планиметриядан элементарлы. Қалай? Гипотенузаға жүргізілген биіктікті қалай табамыз? Екі катеттерін көбейтіп и гипотенузаға бөлеміз. Сонда аяқтың ұзындығы неге тең бізге? Аяқтың ұзындығы неге тең болады сонда бізге? Аяқтың ұзындығы неге тең болады сонда? Мына екеуінің екі катетінің көбейтіндісі бір катетін тауып алдық қой. Сонда аяқтың ұзындығы қалай болады бұл жерде бізде? Екі катетінің көбейтіндісі бөлінген гипотенуза. Міне. AF тең екі катетінің көбейтіндісі h, алымында h көбейтілген a синус альфа бөлімінде, бірінші катет h, екінші a синус альфа, екінші катет бөлімінде гипотенузасы Пифагор теоремасы бойынша таптық қой. h квадрат плюс a квадрат синус квадрат альфа. Яғни а нүктесінен бітса h штрих жазықтың ашын қашықтық мынаған тең. Сонда жауабы қалай болады бізде? Жауабын жазайық дейміз сонда. Сонда жауабы қалай болады бізге? Жауабы қалай болады? Ро а нүктесінен бітса h штрихқа шейінгі қашықтық. Ол бізге ана формуланы жазайық. h синус альфа бөлінген квадрат түбі h квадрат плюс a квадрат синус квадрат альфа. Маған тең. Есебіміз шықты. Так, ұнаса лайк қойып, әріптестеріңізге математика мұғалімдерінің чатына міндетті түрде жіберіңіздер, каналымды қолдап қойыңыздар. Байқағандарыңызша, мен ұбт-ның оңай есептерін талдамаймын. Бұл канал негізінде мұғалімдерге арналған математика пәні мұғалімдеріне күрделірек есептерді талдаймын. Және егер оқушылар да бірақ қолданса болады. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.